деп алдай береді негізінде бүкіл мұғалімдер. Норм немесе стрём. Бұл мұғалімдердің форматында болмақ дейсің ғой. 3 деген кезде бірден айтамыз, иә. Оқушының мұғалімге мінез көрсетуі. 1, 2, 3. Стрём. Себебі мінездерін үйлерге тастап кеттіңдер. Аталарыңа салып, Иә. ата-аналарыңа көрсетіңдер ба? Так, оқушы мен мұғалімнің TikTok түсіруі. 1, 2, 3. Норм. Неге норм десе? Қалай ойлайсың? Заманауи, қазіргі заман талабына сай. Мұғалімнің сабақ үстінде телефонды алып қоюы. 1, 2, 3. Норм. Конечно, норм. Мұғалімнің сыныпта любимчигі болуы. 1, 2, 3. Норм. Стрём. Неге сыныпта любимчиктер жоқ па не? Маған барлығы любимчик. Деп алдай береді негізінде бүкіл мұғалім Жоқ. любимчигі болады. Мен барлық оқушыларымды жақсы көремін. Өтірік айтады. Білмеймін, бұл апайдың любимчигі бар, бірақ мен барлық оқушымды бірдей қабылдаймын, барлығын бірге жақсы көремін. Сүйкімді ғой барлығы. Алдында отырып, Я не говорю, что аналар сүйкімді емес деп. Но все равно сен ылғи сабақты алып шығатын, жағдай бір жағынан жағдай не қылатын оқушы болады по-любому. Любимчик. Мен бүкіл танитын мұғалімімде любимчик бар. Мектептен тыс жерде мұғаліммен амандаспау. 1, 2, 3. стрём. Иә. Бетіңе ит қарап өтіп кетеді ғой. Сол кезде танды ма, танымады ма деп ойлап қаласың. Мұғалімнің сабақта қателесіп кетуі. 1, 2, 3. Норм. Біз де адамбыз ғой, мұғалім де адам. Так, келесі үзілісте оқушы мұғаліммен кофе ішіп асханада отыруы. 1, 2, 3. Норм. Не ылғи енді отырып ішу деген это, конечно, дұрыс емес, бірақ андай белгілі бір мақсатпен да бір жарысқа дайындалып жатып ішуі мүмкін, иә. Немесе бір оқушының менде болған, бір оқушылардың ауырып қалып, жаңағыдай чай, кофе алып беріп деген сияқты, енді ондай кезде қамқорлық болу кезде это норм, мне кажется. А каждый раз тамақ ішпей келіп, асқазаны қатты ауырса, ол кезде чай алып беріп істейсің ғой. Иә, а так каждый раз оқушы мұғаліммен отырып шай ішіп не қылу деген это стрём болар еді. Осымен аяқталды. Қалайсың десе? Жақсы болды. Көптеген темаларды қозғадық деп ойлаймын. Сау болыңыздар. Бай-бай.